1992 жылы Тәуелсіз Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылды. Қайта құрылған отандық арнаулы қызметтің алғашқы төрағасы болып, генерал-лейтенант Болат Абдрахманұлы Байекенов тағайындалды. Ол 1942 жылы 21 қарашада Гурьев қаласында дүниеге келген. Бала кезінен зерек өскен Болат Абдрахманұлы 1972 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін тарих және қоғамтану мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп, өмірінің жаңа еріміне әке ізімен жол тартты. Оның қауіпсіздік органдарындағы қызметі 1973 жылдан басталды. Тарихымызға көз жүгіртсек, отандық арнаулы қызметті құру күрделі кезең бір жүйеден екінші жүйеге көшіп жатқан 2 мезгілде өтті. Жан алқымға алып, дереу шешілуін күтіп тұрған шаруалар шаш етектен болатын дейді өз естелігінде Болат Абдрахманұлы. Дербес мемлекет болып туымызды тіккеннен кейін қай салада болмасын ескі құрылымдарды жаңа жүйеге лайықтап қайта жасақтау міндеті тұрды. Қорғаныс, саяси әрі экономикалық ақпараттардың құпиялығын, маңыздылығын ескеріп, оларды бақылауды күшейттік. Әлемдік қауымдастыққа мүше болғаннан кейін бізде көптеген шетелдік елшіліктер ашылды. Сол кезде біздің азаматтарымызды шетелдіктер тыңшы есебінде пайдалануы мүмкін екенін де естен шығармадық. Сыртқы барлау, қарсы барлау мәселесі қолға алынды. Бізде барлау басқармасы болды, бірақ чекистердің территориядан барлау жасау деген термині бар. Яғни біз шетелдерде қызмет еткен жоқпыз. Бұл жұмысты орталық бірінші бас басқарма жүзеге асырды. Қазір бұл Ресей сыртқы барлау басқармасы екендігі белгілі. Ресейдегі сияқты шетелдерде түрлі қызметтер атқара жүріп, құпия жұмыс істейтін кәсіби барлаушылар бізде болған жоқ. Сондықтан мен сол кездегі сыртқы барлау директоры Примаков Евгений Максимовичке жолығып, Ресей сыртқы барлау қызметінде жұмыс істеп жүрген қазақстандық барлаушылардың елге оралуына қолдау көрсетуін сұрадым. Барлауды кадрлармен қамтамасыз етуде жаңа қиындықтар туындады. Бұл үшін біздің мемлекетімізден тыс, шетелдерде, оның ішінде Мәскеуде қызмет атқаратын көптеген білікті қазақстандық чекистерді, жерлестерімізді іздеп тауып, оларға нақты қызметтер ұсындық. Жігіттерге рахмет. Біздің шақыруымызды зор жауапкершілікпен қабыл алған олар шұғыл түрде Қазақстанға келіп, жаңа қызметтеріне кірісіп кетті. Қазір ол жігіттер Қазақстанның халықаралық қарым-қатынастарын нығайтуға және еліміздің шетелдерде беделінің көтерілуіне өз үлестерін қосуда. Ұлттық қауіпсіздік дегеніміздің өзі мемлекеттік шекараның беріктігімен тығыз байланысты. Шекарашылар мемлекеттің тұтастығын, оның аумағына қол сұғылмауын қамтамасыз етеді. 18 тамызда Қазақстан Республикасының шекара әскерлерін құру туралы жарлыққа қол қойылды. Дербес шекара әскері құрылды. Шекара әскерлері қай құзырлы органдарының құрамында болуы тиіс деген мәселе талқыланып, сонда ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Болат Абдрахманұлының тікелей қатысуымен жарлыққа сәйкес шекара әскерлері ұлттық қауіпсіздік органдарына бағындырылды. Алматы жоғары шекаралық командалық училищесі республикамыздың қарамағына алынды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекара күзеті жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы болып, Болат Сейтқазұлы Зәкиев тағайындалды. Болат Абдрахманұлының тікелей басшылығымен ұлттық қауіпсіздік органдары қызметінің нормативтік құқықтық базасын құру бойынша орасан зор жұмыс жүргізілді. Мен Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті нормативті құқықтық базасын құруды кезек күттірмес мәселе етіп қойдым. Бұл үшін алдымен нормативтік шығармашылық топ құрып, оған зейнеткерлерді де қатыстырдым. 1992 жылғы 20 маусымда ТМД-ға мүше елдердің ішінде бірінші болып ұлттық қауіпсіздік органдары туралы заң қабылданды. Оның кәсібилігі, бастамашылдығы, ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында 90 жылдардың басында ұлттық қауіпсіздік комитеті жеке құрамынан білікті кадрларының жаппай кетуіне жол берілмеді. Болат Абдрахманұлы тәуелсіздік алған тұстан 2003 жылға дейін Қазақстанның күштік құрылымдарында Қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары, ішкі істер министрі, президенттің күзет қызметінің бастығы маңызды лауазымдарын атқарды. Мен өз елімді жақсы көремін. Адамдардың бақытты өмір сүргенін қалаймын. Елімнің тыныштығы мен тұрақтылығына сәл де болса септігім тисе, бұдан артық бақыттың керегі не, дейді Абыз қария.